тарихтағы ең қатыгез қолбасшылардың бірі болды. Ол өзінің жойқын әскерімен Еуразияны кесіп өтті. Сонымен Шыңғысхан кім болған? Қанішер варвар ма? Әлде қазіргі әлемнің негізін қалаушы тұлға ма? Оны біз тарих Шыңғысханға қарсы сотынан анықтаймыз. Тыныштық, зал, тынышталыңыздар. Бүгінгі айыпталушы кім? Қан! Байқауымша сот мырза, сізге Шыңғысханның есімі таныс. 13 ғасырда миллиондаған адамның өмірін қиған және өзінің артынан ештеңе қалдырмаған әскердің қолбасшысы. Келіспеймін. Біріншіден, ол тарихтағы ең ұлы қолбасшылардың бірі болған. Ол әкесіз өсіп, өмірінің бар тауқыметін көрген. Сол қиындықты жеңе отыра, ол ішкі талас тартыста болған моңғол тайпаларының басын біріктіре алды. Әрі сол арқылы тарихта болмаған ең үлкен империялардың бірін құрды. Тынық мұхитынан Еуропаның орталығына дейінгі аймақта. Басқа елге басып кірумен қан төгістен ешқандай зұлымдықты көріп тұрған жоқпын. Солтүстік Қытай халқының 2/3 қырылды. Қытайдың Цинь әулеті солтүстіктегі моңғол тайпаларының арасында от салып отырды. Сол арқылы ол өзара қырқысқан тайпаларды жеңетін. Шыңғысхан моңғолдың басын біріктірмекші болған соңғы ханның жағдайына түскісі келмеді. Ал демографиялық оқиғаны санақтың қателігі деп есептеуге болады. Әрі шаруалардың көбісі хан әскеріне қосылған. Сандармен ойнағыңыз келсе ойнай беріңіз. Бірақ моңғолдардың қалаларды тұрғындарымен бірге жойып жібергендігін жоққа шығаруға болмайды. Хан жауларының беріліп, салық төлеген ғана қалаған. Ол шыншылдық пен дипломатия заңдарын қатты сенген. Жойылған қалалар ол берілген соң бүлік ұйымдастырған немесе хан орынбасарын өлтірген қалалар. Оның әділеттілігі бойынша түсініктері ерекше болған. Ханның әділеттілігіне ұқсамайтын көптеген қатыгез жайлы дәлелдер бар ғой. Екі қабат әйелдің қарынын баласын жұлып алу, тұтқындарды тірі қалқан немесе тірі көпір ретінде пайдалану, жауап алынған қалалардың барлық әйелдерін. Тоқтат! Қандай қатыгездік! Орта ғасыр басқа қолбасшылардан Шыңғысханның айырмашылығы соншалық көп пе? Бірақ бұл оның істерін ақтамайды ғой. Алайда бұл оны жай ғана сол кездегі басқа қолбасшылар секілді екендігін көрсетеді. Тіпті ол билікке келген соң қызды алып қашу дәстүріне тыйым салды. Хан тұсында әйелдердің қоғамдағы рөлі артты. Олар үй іші шаруасын басқаратын, ажырасуға құқығы болды және ханның жақын кеңесшісі болатын. Темучин бүкіл өмірін өзінің алғашқы әйелімен өткізіп, басқа адамның баласын да өз ұлындай асырап өсірген. Бірақ та Шыңғысханның ұрпақтары нағыз апатқа айналды ғой. Ұрпақтар арасындағы соғыс үшін 40 миллион адам қайтыс болды. Сол кездегі адамзаттың 10% жермен жексен болды. Әрі бұл қара өлім эпидемиясынан өлген адамдарды санамағандағы сан. Бұл ауру Еуропаға моңғолдар мен Каффа қаласын қоршауға алған кезінде келді. Олар әдейі істемеді, сенімдімін. Негізі жауынгерлер обадан өлген соң, моңғолдар олардың денелерін қаланың қабырғасына әдейі лақтырған. Бұл оқиға жайлы жазбалар оқиға болғаннан бері 100 жылдан соң жазылды. Сіздердің ойыңызша бұнымен келісуге бола ма? Сонымен қатар тірі қалған адамдар Шыңғысханның билігінен көптеген мүмкіндіктерге ие бола алды. Мүмкіндіктер? Иә. Моңғол империясы өзінің бағыныштыларынан діни көзқарасына төзімді болған. Олар жауынгерлердің лауазымына қарай емес, олардың жетістіктері үшін марапаттайтын. Олар кеңейтілген пошта жүйесін құрды. Әрі барлық адамдардың теңестіретін заңдар шығарып, адамзат мәдениетіне үлкен үлес қосты. Сіз мәдениет дегенде Хулағу ханның сол кездегі әлем мәдениетінің астанасы Бағдат қаласын өртен айтпақшысыз ба? Кітапханалар, емханалар мен сарайларды өртенді. Егістіктер жермен жексен болды. Бағдаттың жолы болмады. Олардың халифа белгісі келмеді. Сонымен қатар, кейін Алтын Орда ханы Берке Хулағуға бұл істер үшін жазасын берді. Мәдениетті жою моңғолдардың басты мақсаты болған емес. Көбінесе олар басып алған қалалардан дәрігерлер мен ғалымдар және қолөнершілерді алып, империяның алыс аймақтарына жіберетін. Ал Киев Русін басып алу жайлы ше? Батыс Еуропада қайта жандану болып жатқанда, жергілікті халық қараңғы орта ғасырда қалған. Негізі Батыс Еуропаның ол кездегі жағдайы мәз емес еді. Моңғол билігінің тұрақтылығы Ұлы Жібек жолының жандануына септігін тигізді. Ол болса, батыс пен шығыс арасындағы сауда мен мәдениет алмасуына әсер етті. Ал Ресей мен Қытай шашыраңқы аймақтардан орталықтандырылған мемлекетке айналды. Тіпті хандық құлағанмен де Шыңғысхан тұқымдары Еуропа мен Азияның басқарушы элитасында қалды.
Әлбетте, бір тиран басқа тирандарға үлгі болудан таңғажайып зат емес. Сөзіңізге абай болыңыз, сіздер туыс болуыңыз мүмкін. Не? Бүгінгі уақытта 16 миллион адамның қанында Шыңғыс ханның гені бар. Яғни әрбір 200 адамның біреуі Шыңғыс ханның тұқымы. Әлбетте, әрбір ұлт жаулаушыға миллиондаған жауланғандар келеді. Кімнің тарихы ұмытылмайды? Билеушінің мәдени және тарихи жетістіктері оның істеген қылмыстарына аса алады ма? Міне, осы сұрақтар тарих сотында қаралады.